Қазақ тілі пәнінен бүгінгі өтетін тақырыбымыз жыл бойы өткенді қайталау, мәтін және сөйлем. Бүгінгі сабақта жыл бойы өткенді қайталап еске түсіреміз. Мәтіннің түрлерін ажыратуды үйреніп, пысықтап шығамыз. Мәтінге мысал келтіріп, жаттығу орындаймыз. Ол ең алдымен балалар мына ертегіге назар аударайық. Өзге тілдің бәрін біл, өз тіліңді құрметте. Ал қанекей балалар, бүгін біз сабақта Наурыз мерекесі туралы айтамыз. Наурыз айының 22-сіне күн мен түн теңесіп, бүкіл табиғат, жер анамыз жаңа тіршілікке қадам жасайды. Яғни ұлыстың ұлы күні жаңа жыл келеді. Жақсы балалар. Қарғаның әңгімесі мәтіннің қай түріне жатады? Дұрыс айтасыздар балалар. Қарғаның әңгімесі мәтіннің әңгімелеу түріне жатады. Балалар, өткенді есімізге түсіріп, пысықтап шығайықшы. Мәтіннің негізінен 3 түрі бар. Әңгімелеу мәтіні, пайымдау мәтіні, сипаттау мәтіні. Әңгімелеу мәтіні не істеді, қайтеді, қайда болыпты деген сұрақтарға жауап береді. Пайымдау мәтіні неліктен, неге деген сұрақтарға жауап береді. Пайымдау мәтінінде бірінші сөйлем негізгі ой салады, ал қалған сөйлем сол ойды дәлелдейді. Сипаттау мәтіні қандай, қай деген сұрақтарға жауап береді. Яғни ол мәтіннің сынын, қасиетін, түр-түсін білдіріп тұрады. Қарғаның әңгімесі әңгімелеу мәтініне жатады. Қарға ол жерде күн мен түннің теңелісетінін айтып, тіршілік иелерінің әрекетін айтып отыр. Келесі тапсырмаға зер салайық. Оқулығымыздың 94-ші бетіндегі бірінші жаттығуды орындаймыз. Ең алдымен мәтінді түсініп оқимыз. Одан кейін астындағы 3 тапсырмаға жауап береміз. Ең бірінші, мәтін мазмұнына сәйкес атты анықтаймыз. Екінші, мәтіннің қай түріне жататынын анықтаймыз. Үшінші, мәтін бөліктерінің атауын толықтырамыз. Балалар, дескрипторға назар аударайық. Мәтіннің атын анықтаймыз, мәтіннің түрін анықтаймыз және мәтін бөліктерін толықтырамыз. Бұл жерде бізде мәтінді 3 бөлікке бөліп тұр. Бірінші бөлік мерекелік дайындық деп тұр, қалған 2 бөлігін өзіміз толықтырамыз. Келесі тапсырма. Оқулығымыздағы 95-ші беттегі екінші жаттығу. Көп нүктенің орнына бастауыш болатын сөзді тауып жазамыз. Және де бұлар жай сөйлемнің қай түрі екенін анықтаймыз. Дескриптор бастауыш болатын сөзді тауып жазамыз. Бастауыштың сұрақтары кім, не, кімдер, нелер. Осы сұраққа жауап беретін сөздерді мына көп нүктенің орнына жазамыз. Жай сөйлемнің қай түрі екенін ажыратамыз. Жай сөйлем 2-ге бөлінеді балалар. Жалаң және жайылма. Жақсы балалар, сіздерге сәттілік тілеймін.